Бүгін мен Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» романы туралы өз ойларымды, алған әсерімді және осы шығарманың маған берген тарихи түсініктері туралы айтып өткім келеді. Жалпы бұл кітапты оқу мен үшін тек әдеби шығарма оқу ғана емес, тұтас бір халықтың бірнеше ғасырлық тарихына саяхат жасау сияқты болды. Ең алдымен неге дәл осы кітапты таңдадым, осы туралы айта кетейін. «Көшпенділер» романы қазақ халқының тарихындағы ең маңызды кезеңдерді қамтитын ірі туынды болып табылады. Бұл шығармада қазақ хандығының қалай құрылғаны, мемлекеттіліктің қалай қалыптасқаны және елдік пен бірліктің не үшін маңызды екені өте нақты әрі көркем түрде баяндалады. Сонымен қатар бұл кітапты оқу арқылы кезінде баяғыда мектеп кезінде оқыған қысқаша мәліметтерді одан әрі тереңірек түсінуге мүмкіндік алдым. Яғни бұл кітап маған тарихты тек дерек ретінде емес, бір тірі өмір ретінде адамдардың тағдыры, олардың күресін, қуанышы мен қайғысымен бірге қабылдауға көмектесті. Жалпы кітапты оқыған сәттен бастап қазақ халқының өткен күндері, олардың көшіп қонуы, рулардың арасындағы қатынастар, осылардың барлығы көз алдыма келе бастады. Әсіресе автордың жазу стилі өте қарапайым, түсінікті әрі шынайы түрде берілген. Себебі көптеген тарихи кітаптар тек құрғақ мәлімет болып кетсе, бұл романда бәрі өте тірі әрі әсерлі сезіледі. Сондықтан осы кітапты оқу мен үшін өте қызық болды. Сонымен қатар кітапты оқи отырып, мен қазақ халқының қандай ауыр және қиын күндерді бастан кешкенін көрдім. Әр заманның өз қиыншылықтары, әр ханның өзіндік бейнесі және әр батырдың елге сіңірген еңбегі бар екенін сезіндім. Бір жағынан бұл шығарма мені таң қалдырса, екінші жағынан мақтаныш сезімін оятты деуге болады. Себебі ата-бабаларымыздың қандай қиындыққа тап болса да, өз елін, өз жерін қорғау үшін бар жанын салғанын көріп, осындай мақтаныш сезімі пайда болды. Сонымен қатар бұл кітапты оқу мен тарихқа деген көзқарасымды да өзгертті деуге болады. Себебі кезінде оқулықтан оқыған мәліметтер мұнда әлдеқайда терең және әсерлі түрде берілген. Сондықтан мен бұл шығарманы жай тарихи дерек емес, бір үлкен рухани тәжірибе деп айтар едім. Сондықтан «Көшпенділер» романы менің жеке дамуымда да үлкен рөл атқарды деп ойлаймын. Себебі бұл роман ұлттық сананы оятуда, тарихты тереңірек түсінуге және қазіргі тәуелсіздіктің қандай еңбекпен, қандай күреспен келгенін тағы бір рет сезіндірді. «Көшпенділер» романының ең маңызды ерекшеліктерінің бірі оның өте кең тарихи ауқымды қамтуы. Бұл роман тек бір белгілі оқиға немесе бір ханның тұсы туралы емес, бірнеше ғасыр бойы жалғасқан өте ірі тарихи өзгерістерді қамтиды. Сол себепті мен осы кітапты оқи отырып, қазақ хандығының 15 ғасырдан 18 ғасырға дейінгі тағдырын бір тұтас тарихи жол ретінде көрдім. Алдымен шығарманың басталуы, бұл шамамен 15 ғасырдың орта шені. Бұл кезең қазақ халқының этникалық тұрғыдан толықтай қалыптасқан, бірақ саяси тұрғыдан мемлекет ретінде әлі бекімеген кезең еді. Осы кезде Әбілқайыр ханның билігіне наразылық күшейіп, жаңа саяси күш қажет болады. Осы кезде роман дәл осы оқиғадан басталып, Керей мен Жәнібек сұлтандардың өздеріне ерген руларды бастап көшіп шығу арқылы қазақ хандығының алғашқы қадамы қалай жасалғанын көрсетеді. Осы кезеңнен кейін автор қазақ хандығының біртіндеп күшейіп, аумағын кеңейтіп, дербес мемлекет болу жолын кезең-кезеңмен сипаттайды. Кітапта Қасым ханның тұсындағы қазақ хандығының алтын дәуірі, оның елді бірлікке шақырудағы рөлі, Қасым ханның қасқа жолы атты сандар жинағының қабылдануы кең көрсетіледі. Бұл кезең қазақ хандығының жайлап мемлекет ретінде бекіп, көршілес мемлекеттермен дипломатиялық қатынас орнатқан кезең еді. Одан кейінгі кезең Есім хан мен Тәуке ханның тұсы. Бұл кезең қазақ хандығының ішінде тәртіпті реттеп, елді басқару жүйесін бекітуге арналған уақыт болды. Тәуке ханның билігі тұсында қабылданған 7 жарғы қазіргі уақытқа дейін қазақ қоғамының құқықтық негіздері ретінде сақталған ірі үлкен құжат болып саналады. Автор бұл тарихи кезеңді өте ерекше мән беріп суреттейді, себебі дәл осы кезең
қазақ халқының дәл осы кезеңде қазақ халқының бірлігі мен тәртібі ең жоғарғы деңгейге дейін жеткен болатын. Ал 18 ғасырдың басындағы тарихи жағдай мүлде басқаша. Бұл кезден жоңғар шапқыншылығы күшейіп, қазақ халқының ең ауыр кезеңдері басталған уақыт еді. Автор романда Ақтабан шұбырынды, Алакөл, Сұлама кезеңдерінің қазақ халқына қандай қасірет әкелгенін өте ауыр суреттер арқылы жеткізеді. Қазақ халқының босып жүруі, елін жерін тастап кетуге мәжбүр болуы романда өте шынайы әрі терең көрсетіледі. Осылайша автор қазақ халқының тек қана күреспен емес, табандылықпен, үмітпен және бірлікпен өмір сүргенін көрсетеді. Мен осы бөлімдерді оқи отырып, әр кезеңнің өз ерекшелігі бар екенін, бірде күшейіп, бірде әлсіреп, бірақ ешқашан жойылып кетпеген халықтың жолын анық көрдім деуге болады. Сондықтан көшпенділер романы 15 ғасырдан 18 ғасырға дейінгі барлық маңызды кезеңдерді қамтитын үлкен ауқымды туынды. Бұл шығармалардың арасындағы өте сирек кездесетін кен ауқым. Сондықтан көшпенділер романын өте үлкен туынды деп айтуға болады. Сонымен қатар көшпенділер романында Ілияс Есенберлиннің көтерген мәселелері өте көп, және олардың әрқайсысы тек бір дәуірге ғана емес, тұтас қазақ халқының тағдырына байланысты сұрақтарға алып келеді. Автор оқырманды тек қана тарихи мәліметтермен таныстырып қана қоймай, солардың астарындағы ең маңызды проблемаларды ойландыруға шақырады. Ең бірінші мәселе ол ел бірлігі. Романды оқи отырып, қазақтардың бірлігі болмаса, мемлекет құру да, оны сақтап қалу да мүмкін емес екенін байқайсың. Керей мен Жәнібектің басты мақсаты халықты жан-жаққа бытыратып алмай, бір ортақ мүддеге жұмылдыру болды. Автор бірнеше жерде рулардың арасындағы кикілжіңнің қандай қауіпті екенін, ал татуласу мен бір ортақ мүддеге жету үшін күш біріктірудің қандай маңызды екенін көрсетеді. Екінші үлкен мәселе бұл жер мәселесі және тәуелсіздік үшін күрес. Қазақтың кең байтақ жері тек қана табиғи кеңістік емес, ата-бабаларымыздың қаны тамған қасиетті мекен екенін автор бірнеше рет сезіндіреді. Жерді сақтап қалу, ол жер үшін күресу, сырттан келген жауларға төтеп беру романдағы негізгі желілердің бірі болып табылады. Және бұл тек қана әскери қақтығыстар емес, рухани және намыс күресі болып табылады. Үшінші көтерілген мәселе бұл басшылық, хандық және әділеттілік туралы түсінік. Автор кейбір хандардың, сұлтандардың әрекеті арқылы жақсы басшы қандай болу керектігін, ал билікті өз мүддесіне қолданудың халыққа қандай зиян алып келетінін ерекше түсіндіреді. Мысалы, кейбір хан сұлтандардың жеке амбициясы ел ішіне іріткі салса, керісінше әділдікті ту еткен тұлғалар халықты тұрақтылыққа алып келеді. Және бұл бүгінгі күнде де өте өзекті мәселе болып табылады. Төртінші мәселе бұл салт дәстүр мен рухани құндылықтардың сақталуы. Автор романда көшпенділердің салт дәстүрін, олардың тұрмысын, олардың дүниетанымын кеңінен көрсете отырып, қазақты қазақ еткен не деген сұраққа жауап іздейді. Халықтың тілі, оның салт дәстүрі, олардың бір-біріне деген адалдығы, жер мен елге деген құрмет, осылардың бәрі романның ажырамас бөлігі болып отыр. Жалпы алғанда Ілияс Есенберлин оқырманды тек қана тарихи мәліметтермен таныстырып қана қоймай, оқырманға бірлік болмаса не болады, билік қандай басшының қолында болу керек, жер мен елді сақтап қалу үшін не істеу қажет, және де өткеннен қандай сабақ аламыз деген сұрақтарды тікелей қойып отырғандай. Көшпенділер романындағы кейіпкерлер шынайы тарихи тұлғалар, және олардың әрқайсысы қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына өте үлкен үлес қосқан адамдар. Романды оқи отырып, автор әрбір кейіпкердің мінезін, олардың дүниетанымын және тіпті ішкі күрестерін нақты көрсеткенін байқауға болады. Ең маңызды кейіпкерлердің бірі Жәнібек Сұлтан. Ол сабырлы, парасатты, терең ойлайтын адам ретінде көрінеді. Жәнібек үшін билік мақсат емес, керісінше қазақ халқының болашағы үшін жауапкершілік. Әр кезде шешім қабылдарда ол асықпай, артық сөзге бармайды, бірақ керек кезде
өте батыл адам ретінде көрінеді. Оның бейнесінен біз нағыз халықтың қамын ойлайтын тұлғаны көре аламыз. Данагөй, ұстамды және ақылды. Екінші маңызды кейіпкер ол Керей хан. Оның мінезі Жәнібекке қарағанда өзгеше, тік мінезді, қайсар, турашыл. Сыртқы жауға келгенде ол қатал, ал өз халқына келгенде қамқор және мейірімді адам ретінде көрінеді. Бұл екі кейіпкерді қатар қою арқылы автор екі ханның мінезі өзгеше болса да, олардың мақсаттары ортақ болса, зор күшке айналатынын көрсеткісі келеді. Және осы екі кейіпкердің арасындағы сенім мен сыйластық осы романдағы ең маңызды желілердің бірі. Кейіпкерлердің арасындағы маңызды орын алатын тағы бір тұлға ол Әбілқайыр хан. Оның мінезі қарама-қайшылықтарға толы. Себебі бір жағынан ол күші, билігі бар айлакер, саясаткер болса, екінші жағынан өзінің билігін сақтап қалу үшін кей кезде асық шешімдер қабылдайтын және халықтың мүддесіне қарағанда өзінің ықпалын жоғарырақ қоятын адам ретінде көрсетіледі. Бірақ автор оны Әбілқайыр ханды жаман етіп көрсетпейді, керісінше оның мінезін өмірінің өзінен алынған тұлға ретінде көрсетеді. Сонымен қатар романда Қобыланды батыр, Бұрындық хан, Қазтуған жырау, Асан қайғы, сондай-ақ елді басқарған сұлтандар, батырлар, ақсақалдар кеңінен айтылады. Мысалы, Қобыланды батыр жауға шапқанда ешкімге дес бермеген ер, ал Асан қайғы халықтың болашағын ойлаған дана, көреген жырау. Бұл кейіпкерлердің барлығы қазақ халқының рухани және саяси дамуында үлкен рөл атқарған. Осы айтылған кейіпкерлердің барлығы және басқа да романдағы тұлғалар мінезі, бейнесі жағынан әртүрлі болғанымен, олардың ерекшелігі оларда бір мақсат болды: қазақ халқының бірлігін сақтап қалу және болашаққа жол ашу. Қорытындылай келе, Ілияс Есенберлин романдағы кейіпкерлерді тек қана сөзбен емес, олардың іс-әрекетімен, шешімдермен, тіпті қарапайым диалогтарымен олардың бейнесін нақты көрсеткен. Сондықтан оқырмандар оларды тек тарихи тұлға ретінде емес, тірі адам ретінде көре алады. Көшпенділер романы тек қазақ тарихын ғана емес, қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрлерін жан-жақты ашып көрсететін шығарма. Тарихи оқиғалармен қатар сол заманның тұрмысы, халықтың мәдениеті және салт-дәстүрлері жақсы көрініс тапқан. Және бұл дәстүрлер тек қана қосымша ақпарат ретінде емес, сол кездегі халықтың өмір салтын жеткізу үшін берілген мәліметтер. Ең алдымен романда ең жиі кездесетін салт-дәстүр ол хан сайлау рәсімі. Автор қазақтың жаңа ханды қалай сайлағанын, бұл шешім қандай кеңестерден кейін қабылданатынын, билердің және ақсақалдардың пікірінің қаншалықты маңызды болғанын көрсетеді. Хан сайлау тек қана билікке талас емес, елдің болашақ бағытын анықтайтын маңызды рәсім болған. Және осы тұста біз қазақ қоғамында демократиялық элементтердің ертеден болғанын байқаймыз. Екінші маңызды дәстүр ол билер кеңесі. Романда билерге деген құрмет, олардың әділдігі, дауларды шешудегі олардың даналығы жиі айтылады. Жеті атаға дейін қыз алыспау, жер дауы, жесір дауы, ру аралық тартыстар, осылардың барлығы билердің қатысуымен реттеліп отырған. Сондықтан осыдан қазақ қоғамының тәртіпті, әділдікті құрметтегенін байқауға болады. Сонымен қатар романда жорыққа шығу дәстүрі, батырларды дайындау рәсімдері, жауға аттанар алдындағы бата беру, ақсүйектердің, ақсақалдардың ақ тілегі, жауынгердің қаруын киюі, аттардың ер-тұрманын дайындау, барлығы егжей-тегжейлі айтылған. Сонымен қатар автор романда қыз алысу, қалың мал беру, құда түсу сияқты отбасылық дәстүрлерді кең қарастырған. Сол кездегі қыз тәрбиесі, әдеп, сыйластық, екі жақтың арасындағы қарым-қатынастар үлкен бір мәдениеттің көрінісі ретінде жеткізіледі. Сонымен қатар
романда көшпелі өмірдің өзіне ғана тән дәстүрлерде аталған, мысалы жайлауға, қыстауға көшу, жол мезгілдеріне бейімделген тұрмыс, малдарға байланысты ырым, жорық кезіндегі тігілетін әскери киіз үйлер және де аттарға ерекше мән беру. Сонымен қоса, қазақтарда тағы бір маңызды ырым болған, ол ас беру мен жоқтау рәсімдері. Халыққа маңызды бір тұлға қайтыс болған кезде оның артында қалған адамдарға құрмет, аза тұту дәстүрі, бата беру, осылардың барлығы қазақтардың рухани мәдениетін көрсетеді. Осылайша осы дәстүрлердің барлығы көшпенділер романын тек қана тарихи кітап қана емес, нағыз этнографиялық деңгейге дейін жеткізеді. Сондықтан бұл романды оқыған адам қазақтың ертеде қандай дәстүрлерді ұстанғанын, нені қадірлегенін және қалай өмір сүргенін түсіне алады. Көшпенділер романының негізгі идеясы қазақ халқының мемлекеттілік жолын, олардың тәуелсіздікке ұмтылысын және бірліктің маңызын көрсету. Ілияс Есенберлин романда бірнеше ғасырлық оқиғаны біріктіріп, бір үлкен ойды жеткізеді. Қазақ еркіндігін ешқашан оңай алған жоқ. Оған әрбір буын күресіп, жанын беріп, ауызбіршілікпен ғана жетті. Романдағы ең маңызды идея тәуелсіздіктің құндылығы. Автор шығармада қазақ хандығының қалай құрылғанын, қандай қиын кезеңдерден өткенін және халықтың шешуші сәттерде бірігіп, қалай өз тағдырын қорғап қалғанын әсерлі сипаттайды. Бұл жерде автор оқырманға еркіндік қазіргі күннің сыйы емес, ата-бабаларымыздың қанды күресінің нәтижесі деген ойды жеткізеді. Екінші маңызды идея ол бірлік пен ынтымақтың күші. Автор шығармада рулар арасындағы тартыстың қандай қауіпті екенін және керісінше бірлікпен қандай жетістіктерге жетуге болатынын көрсетеді. Бұл романдағы негізгі ойлардың бірі. Сонымен қатар автор Керей мен Жәнібектің айналасына халықты топтастыруы, Қасым ханның ел ішінде тәртіп орнатуы, Тәуке ханның үш жүзді бір тудың астына біріктіруі арқылы оқырманға бірлікте береке, ынтымақта күш деген негізгі ойды алға тартады. Үшінші негізгі идея ол жердің қасиеті және оны қорғау қажеттілігі. Романда жер үшін болған соғыстар, жаулардың үздіксіз шабуылдары және осы туған топырағын қорғап қалудағы халықтың табандылығын сипаттайды. Автор қазақ жерін тек кен аймақ емес, елдің тірегі және рухы ретінде көрсетеді. Бұл жердегі негізгі ой, жерін қорғаған халық қана ел болып қала алады. Төртінші негізгі идея тарихи сананы сақтап қалу. Ілияс Есенберлиннің мақсаты өткенді құр баяндап беру емес, сол тарихтан сабақ алуға шақыру. Бұл романды оқыған адам қазақ хандығының қалай құрылғанын және осы жолда қандай тұлғалар өз өмірін арнағанын түсінеді. Бұл қазіргі ұрпақтың өз тарихын тереңірек білуі үшін маңызды. Қорытындылай келе, көшпенділер романының негізгі идеясы қазақ халқының тек бірлікпен, күшпен және осы жерін қорғаудағы табандылықпен ғана аман қалғанын көрсету. Бұл идея тек қана өткенге қатысты емес, қазіргі заманға да қатысты негізгі идеяларды насихаттайды. Көшпенділер романы жалпы алғанда бірнеше ғасырлық тарихы бар оқиғалардан тұрғанымен, олардың ішіндегі ең маңыздысы қазақ хандығының құрылуы. Бұл бір ғана тарихи факт емес, бүкіл романның өзегін ұстап тұрған үлкен процесс. Автор осы оқиғаны кең ауқымда, жан-жақты, терең тарихи және психологиялық тұрғыдан сипаттайды. Романда қазақ хандығының құрылуы тек бір күнде бола салған оқиға ретінде суреттелмейді. Керісінше, бірнеше жылға созылған саяси тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да күрделі процесс. Автор бұл оқиғаның алғышарттарында, себептерінде, салдарында нақты мысалдар арқылы айтып кетеді. Біріншіден, қазақ хандығының құрылуына Шайбан әулетінің ішіндегі билікке талас себеп болады. Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр хандығынан көшіп шығып кетуі кездейсоқ шешім болған жоқ. Оған әсер еткен елдің ішіндегі әділетсіздік, тәртіптің әлсіздігі, ауыр салықтар және халықтың шаршауы, осылардың барлығы қазақ руларын жаңа жол іздеуге итермелеген болатын.
Екіншіден, қазақ халқының көшіп кетуі романда өте үлкен тарихи оқиға ретінде баяндалады. Автор мыңдаған адамның өз туған жерін тастап бейтаныс өлкеге бет алуын өте терең психологиялық тұрғыдан сипаттайды. Бұл қоныс аудару жай ғана ауысу емес, жаңа мемлекеттің іргетасын қалауға бағытталған қадам болатын. Үшіншіден, Ілияс Есенберлин қазақ халқының Қозыбасы жеріне келіп, алғашқы хандықтың шаңырағын көтеруіне ерекше мән береді. Сол жерде Керей хан қазақ хандығының алғашқы ханы болып сайланады, және бұл оқиға қазақ тарихындағы ең алғашқы ресми саяси құрылымның басталуы болатын. Автор хан сайлау рәсіміне, хандық халықтың үмітіне және бірлікке деген сеніміне ерекше мән береді, және оны бір өте ерекше жылы, іштей рух беретін кейіпте сипаттайды. Романда сонымен қатар қазақ хандығының құрылуы тек қана саяси оқиға ретінде емес, халықтың рухының қайта жаңғыруы ретінде, жеке халық болып бөлек шығуы ретінде көрсетіледі. Сонымен қатар Ілияс Есенберлин хандықтың тек қана құрылуынан бөлек одан кейінгі мәселелерді атап өтеді. Халықты біріктіру, жаңа заңдарды ойлап табу, көрші елдермен қарым-қатынастар орнату және жерді қорғау. Осылайша ол хандықты құру тек қана бірінші қадам екенін, ал оны сақтап қалу одан да қиын екенін көрсетеді. Жалпы айтқанда, қазақ хандығының құрылуы еркіндікті аңсаған халықтың тарихи таңдауы ретінде көрсетіледі. Халықтың бірлігі, хандардың батылдығы және болашаққа деген сенім осы мәтіннің негізгі ойы. Оқып болғаннан кейін мен қазақ халқының тарихына, мәдениетіне, мемлекет болып қалыптасуына қатысты өте көп танымдық ақпараттар білдім. Бұрын тек жалпы түрде білуім мүмкін болған нәрселер бұл романда нақты оқиғалар, кейіпкерлер арқылы тереңірек ашылды. Ең басты алған танымдық ақпаратым ол қазақ хандығының құрылуы кездейсоқ емес. Ол көптеген жылдарға созылған процестердің, күрестердің нәтижесі. Қазақ хандығы тек бір адамның шешімімен немесе бір күнде құрылған жоқ. Оның артында қоғамның қажеттілігі, әділетсіздіктен шаршаған халық және бейбіт өмірге ұмтылыс жатыр. Бұрын бұл жайлы оқыған бар еді, бірақ романдағыдай нақты суреттелгенін көрмеппін. Екінші танымдық нәрсе ол қазақ қоғамында заңдар жүйесінің ерте заманнан бері болғаны. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы — бұлар тек атау ғана емес, нақты құқықтық нормалар. Заңсыз және тәртіпсіз қоғам дамымайтынын автор романда нақты сездіреді. Бұл заңдар туралы білетінім бар еді, бірақ олардың не үшін қажет болғаны, қандай қажеттіліктерден қабылданғаны, қалай қабылданғанын тек роман арқылы білдім. Үшінші танымдық нәрсем ол батырлардың рөлі тек соғыспен шектелмейтіні ғана. Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, олар туралы бұрын мектеп кезден білеміз, бірақ олардың рөлі тек жауға шабу емес, сонымен қатар ел ішінде рухты көтеру, тәрбие беру және кейде тіпті дипломатиялық міндеттерді атқару екенін романнан түсіндім. Батыр тек күш емес, ол моральдық жетекші екен. Романнан алған тағы бір танымдық нәрсем ол қазақ халқының салттарының тереңдігі. Кітапты оқып болғаннан кейін хан сайлау рәсімі, билер кеңесі, батырлар дайындау және тіпті қыз ұзату салттарының мәнін тереңірек түсіндім. Олар тек қана салт емес, халықтың өмір сүру тәсілі және өзін-өзі ұйымдастыру жолы екені анық көрінді. Романнан алған тағы сабақтардың бірі ол тарихи жадыны сақтау. Автор қазақтың өткенін білу қазіргі ұрпақ үшін маңызды екенін көрсетеді. Және романды оқу арқылы біз қазіргі тәуелсіздіктің артында қандай үлкен күрес, қандай тұлғалардың еңбегі тұрғанын көреміз. Бұл маған терең ой салған танымдық тұс болды. Қорытындылай келе, көшпенділер романы маған
қазақтың кім екенін, қандай жолмен жүріп осы бүгінгі күнге жеткенін көрсеткен ерекше бір шығарма болды. Маған ең ұнаған үзінді туралы айта кетсем, ол Жәнібек ханның бір уыс тобылғы арқылы бұрындық хан мен Әдік төреге сабақ беруі. Ендеше оқып берсем: осы күннен бастап сыңсыған қалың ел малдың күйіне қарай асықпай көшіп отырған. Бір аптадай өткен шақта Жәнібек пен Керей өздерінің 15 ұл, 7 немере, көптеген аға інілерін жинаған. Жәнібек жолай қызыл жыңғылдан өтіп бара жатқанда жігіттеріне кестіріп алған жуандығы қамшы сабындай бір құшақ қызыл көрен тобылғыны алдына қойып, үлкен баласы Әдік төре мен Керейдің тұңғышы бұрындыққа: алдарындағы тобылғыдан бір-бірден алыңдар деген. Аналар алған, енді сындырыңдар деген. Аналар қолдарындағы тобылғыларын шытыр-шытыр сындырған. Енді үшеуден алып сындырыңдар деген Жәнібек. Аналар 3 тобылғыдан алып бәлендей күш жұмсамай бұл жолда сындырған. Енді 5-еуден алып сындырыңдар деген Жәнібек сұлтан. Аналар 5-5-тен тобылғыны алып әжептәуір күш жұмсап сындырған. Енді 8-ден алып сындырып көріңдер деген Жәнібек. Әдік пен бұрындық тобылғыны 8-ден алған. Тізелеріне де салған, табандарына да салған, маңдайларынан сорғалап тер де аққан. Әйтеуір қиналып барып балуан тұлғалы қос арлан әзер дегенде сындырған. Енді 10-нан алып сындырып көріңдер деген Жәнібек сәл күлімсіреп. Сындыра алмайтындарын білсе де Әдік пен бұрындық тобылғыны 10-нан алған. Сындырмақ болып әрі-бері мықшындап көрген. Күштерінің жетпейтінін білген соң құрып қалғыр, болатын емес деп тобылғыларын лақтырып жіберген. Жәнібек үнсіз отырып: міне ел бірлігі деген осы деп сөзін бастаған. Жалғыз адамды жау алады, ал көп біріксе ешкім де жиналмайды. Көп қорқытады, терең батырады. Егер екі қолдың 10 саусағындай қазақтың бар рулары қос жұдырық боп түйілсе, қандай жауына болса да қауіпті күш. Неге маған бұл үзінді ұнады? Біріншіден, бұл қарапайым сөздер арқылы қарапайым зат арқылы берілген орасан зор идея. Бірлік туралы 100 жерден айтып түсіндіруге болады, бірақ бір уыс тобылғы арқылы дәл бұлай әсерлі жеткізу нағыз көрегендік деп ойлаймын. Маған ұнаған тағы бір үзінді ол Керей ханның хан болып сайлануы еді. Осы жерді оқып берейін. Жазық далада таңғы салқын лебесіп тұрған шақ, төңірекке жиналған халықтың жүзінен ерекше толқу мен үміт сезілетін. Әр рудың ақсақалдары, батырлары, би-болыстары бір жерге шоғырланып, ортада тұрған ақ киізге көз тастап қояды. Бұл бүгін тарихи шешім қабылданатын күннің белгісі еді. Жұрт алдына Керей шыққанда оның жүзінен сабыр да, жауапкершілік те қатар көрінді. Елдің ең сыйлы қариялары ақ киізді көтеріп әкеліп, жерге жайып қояды. Халық іштей тына қалып не боларын күтті. Сосын ақсақалдардың бірі дауыстап: елім деп еңсесін тік ұстап келген ердің бірі: Керей ұлыс тізгінін ұстайтын кез келді деді. Осы сөзден кейін 4 тараптан келген жігіттер Керейді ақ киіздің үстіне көтеріп иықтарына салды. Ақ киіз баяу жоғары көтеріле бергенде жұрт ду етіп бір ауыздан бата жасап жатты. Біреулер қол жайды, біреулер көздеріне жас алды. Бәрі де бұл сәттің мәнін терең түсінді. Керейдің өзі болса қалың елге қарап сәл еңкейіп тағзым етті. Оның жүзінде тәкаппарлық емес, ел алдындағы үлкен жауапкершілікті сезіну бар еді. Ақ киізбен 3 рет айналдырғанда даладағы ызың да тыйылып, тек халықтың ықыласы ғана естілгендей болды. Сөйтіп, сол күні Керей бүкіл ел мойындаған алғашқы хан атанды. Бұл тек бір әулеттің билікке келуі емес, қазақ жұртының тізгінін өз қолына алып, жеке мемлекет болып қалыптасуға жасаған алғашқы үлкен қадамы еді. Бұл эпизод маған неге ұнады? Себебі Керейдің хан сайлануы бүкіл қазақ хандығының бастамасы болатын, және осы сәт бүкіл қазақ халқының болашаққа деген үмітін көрсеткен көрініс болатын. Мен бұл шығарманы ең алдымен қазақ тарихын тереңірек түсінгісі келетін адамдарға ұсынар едім. Көшпенділер тек қана тарихи оқиғалардың тізбегі емес, сонымен қатар сол дәуірдің рухын, адамдардың мінезін және қоғамның құрылымын тереңірек көрсететін шығарма. Бұл кітапты оқу арқылы қазақ хандығының қалай құрылғанын, қандай қиындықтардан өткенін, батырлардың, билердің және хандардың ел үшін қандай рөл атқарғанын көруге болады. Екіншіден, кітаптың тілі өте жеңіл, оқиғалар қызық өрбейді. Сондықтан тіпті тарихқа қызықпайтын адамның өзі де оқиғаға кіріп кетеді. Сондықтан бұл шығарманы жастарға да, үлкен кісілерге де бірдей пайдалы деп ойлаймын. Үшіншіден, бұл кітап тарихи сананы арттырады. Қазақ халқының бірлігі, жерді қорғау жолындағы күресі, батырлардың ерлігі, осылардың барлығы адамға жігер береді.
еліне деген құрмет және мақтаныш сезімі артады. Сондықтан мен бұл кітапты барлық адамға оқуға кеңес берер едім. Қорытындылай келе, Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер романы мен үшін тек тарихи шығарма емес, нағыз рухани, танымдық тұрғыдан да өте үлкен әсер қалдырған туынды болды. Бұл шығарманы оқи отырып, мен қазақ халқының жүріп өткен жолының қандай қиын, бірақ сонымен қатар қандай рухты болғанын сезіндім. Қазақ хандығының құрылуы, болашаққа деген ұмтылыс, ел басқарған тұлғалардың жауапкершілігі, осылардың барлығы біздің қазіргі өмірімізбен тығыз байланысты екенін түсіндім. Бұл роман маған тарихты жай дерек ретінде емес, тірі дүние ретінде қабылдауды үйретті. Романдағы әрбір оқиға, әрбір шешім, әрбір кейіпкердің әрекеті оқырманға сабақ секілді. Батырлардың ерлігі, хандардың даналығы және билердің әділдігі, осылардың барлығы біздің мәдениетіміздің және мінезіміздің бір ажырамас бөлігі екенін түсіндім. Сонымен қатар бұл роман маған бірліктің қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Себебі романның кез келген кезеңінде қазақ халқы біріккен кезде күшейген, ал алауыздық туған кезде әлсіреген. Және бұл да біздің қазіргі өмірімізге тікелей қатысты ой. Жалпы Көшпенділер романы өткенді құрметтеуді, өз тарихыңды білуді және ата-бабалардың жүріп өткен жолына баға беруді үйрететін терең шығарма. Және бұл роман әрбір адамның өмірінде тым болмаса бір рет оқылуы тиіс туынды деп ойлаймын. Себебі онда тек қана тарих емес, ұлттық сана, рух және болашаққа деген үміт жатыр. Осылайша Көшпенділер романынан алған әсерім де, танымдық ойларым да көп болды. Бұл романды оқып болғаннан кейін өз халқының тарихына құрметің артып, өз тамырыңды тереңірек сезінесің, және дәл осы қасиет романның ең басты құндылығы деп санаймын.